YouTube'ға ең дәмді холодецтің рецебін іздеп кірген болсаңыздар, онда дәл таптыңыздар. Осы менің рецебіммен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі оңай жолмен жасалынады. Сәлем, менің YouTube көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымнан осындай дәмді рецепттер мен пайдалы кеңестер таба аласыздар. Ал ендеше жұмысқа кірісейік. Ең алдымен сирақтарды жақсылап жуып, осындай қазанға салып, бір қайнатып аласыздар. Көбігі шығу керек бізде. Сол кезде жаман иістері барлығы шығып кететін болады. Бұл жерде мен 4 сирақты пайдаландым. Керекті қажетті заттарды описанияға жазып кететін боламын. Өз қалауыңызға байланысты 2 сирақ пайдалансаңыз да болады. Мінекей бір қайнап шықты менде. Енді суын төгіп алып, екінші рет суын толтырып, қайнатуға қоямыз. Енді осындай сиырдың етін қосамыз. Мен бұл жерде 1,5 килограммдай қостым. Тағы да осылай жақсылап қайнап шыққан, көбіктері бетіне барлығы шықты. Барлығын қалдырмай аламыз бетінен. Осылай жай отта жайлап қайнататын боламыз. Қатты қайнап кетпеу керек. Мінекей 1 сағаттай әдемілеп қайнатып алдым. Енді пияз және сәбіздерін қосатын боламыз. 2 дана осындай үлкен пияз қостым. Пияздың сыртын көп аршымаңыздар. Осылай бір қабатын алып тастап салыңыздар. Сол кезде пияз езіліп кетпейді. Пияз әрқандай тамаққа өте керемет дәм береді. Тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Мен бұл жерде 2 үлкен ас қасықпен тұз салдым. Хош иістері болу үшін осындай лавр жапырағы және қара бұрыштар салдым. Сәбіз саламыз. Осылайша бетіне шыққан көбіктерді қайта-қайта алып тұрыңыздар. Осылай жай отта 5-6 сағат қайнатсаңыздар болады. Бірақ та мен 9 сағаттай қайнаттым. Өте керемет болып піседі сол кезде. Сәбіз және етіміз піскесін алып қоямыз. Ал қалған сирақтарды әрі қарай қайнатамыз. Мінекей сирақтарымызда толықтай пісті. Сирақтар өте жұмсақ болып піскен. Ал енді осындай көкөністерін қосатын боламыз. Мен бұл жерде петрушка және укроп қолдандым. Бізге чеснок керек болады. Мен бір бас чеснокты осылай теркадан өткізіп алдым. Етіміз суғасын, оны бөлшектерге бөліп осылай майдалап тура болатын боламыз. Уақ етіп турағандарыңыз дұрыс болады. Біз де дәл солай майдалап тураймыз. Барлығын турап алдым. Енді осындай ыдыстарға салып шығатын боламыз. Мен осындай үлкен тарелкалар қолдандым және пластмассовый ыдыстарға салатын боламын. Еттерді осылай барлығына бөліп салдым. Үстінен көкөністерді, сосын чеснокты саламыз. Қолмен араластырып жіберсеңіздер өте керемет болады. Ендіше қалған сорпасын осындай ішінде қалдықтардан тазартып үстіне құямыз. Мінекей барлығын теңдей бөліп салып алдым. Енді салқын жерге қойып қойыңыздар, немесе холодильникке қойсаңыздар болады. Осымен біздің дәмді әрі пайдалы холодесіміз дайын болды. Менің осы рецептіммен дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады.
Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар, және жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Каналымда әр апта сайын сіздерге пайдалы әрі тиімді рецепттер шығатын болады. Пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.